Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда емделуге келген гүлдерді көрсететін боламын. Мұнда менде Monstera Monkey келді. Одан кейін Ficus Benjamin, яғни Ficus Benjamin жапырағын тастап жүрген, бірақ сабағын ары-бері майыстырып көргенде, егер сабағы пырт етіп сынып кетпей, осылай ары-бері майысып тұрса, онда жаны бар деген сөз. Енді бұны пересадка жасап көрейік. Осындай жапырақтарын бәрі сарғайып түсіп жатыр. Одан кейін алдыңғы жаңа шыққан жапырақтары да сарғайып, жапырақтары қалмады деп хабарласқан еді клиент. Енді алып келіңіз, емдеп көрейік деп айттым. Топырағы құнарсыз. Қазір пересадка жасайтын болам. Сонымен қатар құнарлы топырақ деген қандай деп сұрақ келіп жатады. Сол жайлы видеода ашып көрсететін боламын. Осындай аглонема келді. Аглонеманы екіге бөлген болатын дейді. Бөлгелі жапырақтарын сарғайтып жатыр дейді. Енді аглонеманы бөлгенде жапырақ сарғайтатыны бар, бірақ дұрыс пересадка жасасаңыздар жапырағы сарғаймайды. Енді женский счастье ұқсатып былай жапырағын сонша төмен тастатқанша шөлдетпейміз. Аглонема гүлі қатты шөлдегенді ұнатпайды, жапырағын сарғайтып жібереді. Бұндай шөлдетіп барып суғарған дұрыс емес. Топырағы беткі жағы құрғағанда суғарамыз. Ал мына аглонема қараңыздар, 4 жапырақпен үлкен горшокқа егіп қойған. Ал менде қараңыздар 5 жапырақпен әлі стаканда тамыр онша көрінбей тұр. Сондықтан бұл аглонема тамырын өсіру үшін қиналып астынан жапырақ тастаған сияқты. Ал осындай ауырып тұрған гүлдеріңіз болса, негізі құнарлы топыраққа ауыстырып емдеп алғандарыңыз дұрыс. Қалай емдеймін десеңіздер, қазір видеоның соңына дейін көрсеңіздер, емделу тәсілін көрсететін боламын. Онда Ficus Benjamin аула топырағында тұр екен, білініп тұр қолға ұсталғанда, салмағы болып тұр топырақтың. Негізі Ficus Benjamin аула топырағы қосылғанда өсе береді, бірақ уақытша өсіп, уақыт келе аула топырағы қатты болғандықтан тығыздалып қалады да, тамыр шірітіп, тамырға ауа бармай, көбіне тамыр шіріп кетіп жатады. Қараңыздар, уже топырақ құнары қалмай қалған, содан тамыры қысылып шіріп тұр. Енді қазір тамырынан толықтай тазалап алдым. Ары-бері қолмен ұстап көрсем, тамырының жаны бар сияқты. Енді осыны қазір пересадка жасау жолын көрсететін боламын. Сабағында жаны болса, ең бастысы, ол ары қарай алып кетуі керек. Ал келесі кезекте Monstera гүліміз, Monstera Monkey гүлі бірнеше жапырақты бірден тастап жатыр деген болатын. Ендігі жаңа жапырақтары да сарғайып шығып жатыр дейді. Енді байқасам, топырақ құнарсыз, топырақтардың беттері, шеттері ағарып тұр. Одан кейін пересадка жасағанда ол кісі ешқандай жаңағы тамырын тазалап ашпапты. Қалай келді, солай горшокқа қондырып жан-жағына топырақ салған болатынмын дейді. Енді қазір тамыр ашып көрейік. Осы Голландия келердің алдында бізге бірнеше сабағын осылай бір горшокқа егіп, жапырағын жайқалтып салып жібереді. Енді құнарсыз топырақ болғаннан кейін, топырағы ауыспағаннан кейін қараңыздар, уже уақыт келе жапырағын тастай берген, жаңа жапырақ шығармаған. Мына қараңыздар, тамырларын бәрі жаңа тамыр шығарып атқан, ақ здоровый тамыр көріп тұрған жоқпын. Ешқандай тамырларын бәрі жақсы дамып жатқан жоқ. Оның бәрі құнарсыз топырақта уақытша судың күшімен тұрады, су құяды, су құйғанда кішкене бойын көтереді, бірақ жаңа жапырақ шығармай тұра береді. Сондықтан осындай бір қалыпта не өспейтін, не өлмейтін гүлдеріңіз болса, көктем келе жатыр, март айында пересадка жасап алсаңыздар өте ыңғайлы болады. Осы видеоны сақтап қойып, өздеріңіз пересадка жасайтын кезде бір қарап шығып барып пересадка жасай берсеңіз болады. Ал келесі кезекте аглонема. Енді клиенттің айтуынша, бір аглонеманы 2-3-ге бөліп отырғызған болатынмын дейді. Енді жаңа тамыр, бұл жерде 2 аглонема екен, жаңа тамыр кішкене ақ
чыгарып баштаган экен, бирок алдында тамырларын жаны жок, уже колго астаганда билинип тур, кол менен түсүп уже саргайып тур. Даже сабагы да кичине саргайып баштаган уже. Сондуктан эмделүүгө кететін гүлдердің қатарынан бұл аглонема уже. Ал келесі кезекте бізде бұл да аглонема бөлген болатын. Бұл да тоқтамай жапырақ сарғайтып жатыр дейді. Байқасаңыздар, сонымен қатар жаңағы аглонема гүліміз шөлдеп тұр, қатты шөлдетіп алған. Енді қазіргі уақытта бұларда бірден егіп суғару керек, немесе екпей тұрып суға салып жаңа тамыр шығарғанын байқауымыз керек. Сабақтары сарғайған жапырақтарын алып тастаймыз. Сабақтары сарғайғанын жерін кесіп максим жағып қоюға болады, немесе угіл жағып сарғайған жерін тоқтатуға болады. Ал мына жерде аглонема гүлін үлкен горшокқа еккен. Айтқандай ақ, мына горшок үлкен, тамырлары ешқандай дам тұрған жоқ. Яғни горшокқа тамыр толған кезде жоғары өседі. Міне бір жерде кішкене жаңадан тамырлары жақсы дамып бастаған екен. Ақ жаңа тамыр дегеніміз осындай болады. Бәрі бір горшок үлкен болады бұл аглонемаға. Мына байқасаңыздар, мына құнарсыз топырақ деген уақыт келе тығыздалып қалады да, тамыр дамуына кедергі болып, тамырға ауа жетпей, гүлдің тамыры шіріп кетеді. Сондықтан осылай топырақтардың бәрін алып, құнарлы топыраққа қазір кішірек горшокқа отырғызатын боламыз. Гүлдердің өспеуі көбіне топыраққа байланысты. Ең бастысы құнарлы топырақ болса, осындай жаңа ақ тамырлар дамып, одан кейін барып, тамыры жақсы болған гүл жоғары қарай жапырақ шығарады, жаңа сабақ шығарады. Сондықтан көбіне тамырына байланысты, көбіне топыраққа байланысты. Ал топыраққа тоқталып өтейік. Көбіне гүлдеріңіз өспей тұрса, құнарсыз топырақ, ол құнарлы топыраққа ауыстырып алыңыздар деп жатам видеода. Сол нағыз сұрақ, құнарлы топырақ деген қандай деген сұраққа жауап беруге дейін. Көбісі базардан универсальный деген осындай топырақты алып келеді да, осылай құр өзіне егіп қояды. Бұл гүл, бұл топырақ жаңағы тығыз болады да, уақыт келе су құя тығыздалып қалады да, гүлдің тамырына кедергі болып, гүлдің тамырын шірітеді. Мына агровальт деген торфты араластыратын болсаңыздар, агровальт гүлдің тамырын шірімеуіне, бұл өңделген торф. Сондықтан гүлдің топырағы жеңіл болып, гүлдің тамыры жақсы дамитын болады. Сонымен қатар топырағымызды ары қарай құнарландыру үшін осындай древесный угіл, яғни жаңағы гүлдің тамырын шіртпес үшін, одан кейін мына сиалит деген қосымша витамин гүлдерге топырағын жақсартады. Сонымен қатар мына жерде удобрение, бұл жерде барлық микроэлементтер жиынтығы, яғни кальций, магний, фосфор бәрі бар. Гүлге қажетті, бұны топырағына қоссаңыздар, ары қарай гүлдің жаңағы топырағына витамин құймайсыздар. Осындай керамзит пайдалансаңыздар болады. Гүлдің тамырының арасына ауа жіберіп тұрады, топырақты қопсытып тұрады. Керамзиттің майдасын пайдаланғандарыңыз дұрыс. Менде мына жерде ірісі болып қалды. Тегі ауылдық жерде тұрам, осындай қоспалар таппадым деген болсаңыздар, ең болмаса универсальный топыраққа көптеп пеллет араластырып ексеңіздер де болады. Көп голландиялық гүлдер осындай қоспа қосқанда қажет етеді. Ал мына жерде фикус бенджаминімізді отырғызайық деп жатырық. Ең бірінші тамырын дымқылдап аламыз. Одан кейін карневин пайдаланамыз, яғни гүлдің тамырының жақсы дамуына арналған жаңағы қоспа, порошок дейміз ғой. Стакан астын тесеміз міндетті түрде. Топырақ жеңіл болса, астына дренаж қатты қажет емес, бірақ аз ғана, бір қатар ғана топырақ салып өтеміз. Одан кейін гүлдің тамыры игеретіндей ғана, жан-жағына ғана кішкене ғана топырақ саламыз.
жетпесе, көп болып кетсе, гүлдің тамыры кішкентай, әлсіз, ол жердегі топырақтағы дымқылдықты, яғни құйылған суды игеру қиындау болады. Сондықтан аз ғана мөлшерде топырақ салып, осылай қойып қоямыз. Сосын салафан кигізіп, тепличка жасауға да болады. Ал келесі кезекте жаңағы үлкен горшоктан шыққан аглонема гүліміз. Бұған да жақсылап су шашып, шіріген жапырақтарын тазалап, таза тамырларын алып қаламыз. Сосын каннебийін пайдаланамыз. Осындай горшокты 2 есе етіп кішірейтеміз. Яғни горшоктың тамырына сәйкес гүлдің тамырына сәйкес горшок деп атқанымыз осындай. Гүл ішінде тығыздалып, тамыры кіріп тұру керек. Міне, жан-жағына топырақ саламыз. Бұл жеңіл құнарлы топырақ болғандықтан, транспортировочный горшок болғандықтан, яғни тесіктері астында үлкен болғандықтан, дренаж пайдаланбадым. Себебі гүл өзіне сәйкес аз ғана топырақты игереді. Міне, салсаңыздар да болады, дренаж салам десеңіздер, керамзит немесе пенопласт пайдалансаңыздар да болады. Ал кеттік, келесі гүліміз жаңағы монстера гүлі болатын. Бұның жаңағы ұзарып кеткен, шіріп кеткен тамырларын бәрін кесіп, тазалап тастадым да, жаны бар тамырларын қана қалдырдым. Енді бұған су шашып, каннебийін пайдаланамыз. Бұл монстераның жағдайын бақылайтын боламын. Себебі монстераның жаңа шыққан жапырақтары сарғайып тұр, және астынан жаңағы тамырдың астында сарғайған жерлері бар. Соны егер қатты сарғайып жатса, тамырын ашып, фитоспоринге салатын боламын. Әзірше тамырлары жақсы болғандықтан, осылай бар тамырымен кішкентай тар ыдысқа қысып, құнарлы топыраққа егіп қойдым. Бұйыртса құнарлы топырақта жаңа сабақ жіберіп, жаңа жапырақтар шығарып өседі деген ойдамын. Осылай жаңа шығарған жапырақтары сарғайып жатса, міндетті түрде тамыр ашқандарыңыз дұрыс. Жаңа шығарған жапырақ сарғайған дұрыс емес. Астынан 1-2 жапырақ сарғайып жатуы мүмкін. Ол енді шөлдеп қалғаннан, жарық жетіспегеннен, тыңайтқыш жетпегеннен болады. Ал мына аглонема гүлдерінің тамырлары аз болғандықтан, каннебийін араласқан суға, жылы суға, тұндырылған суға уақытша салып қоятын болам. Яғни бұл аглонема гүліміз суын шөлдеп қалған, суын ішіп, басын көтеріп, жапырақтарын көтеріп, бұйыртса жақсы өскеннен кейін, жаңа тамыр шығарғаннан кейін стаканға егіп, немесе горшокқа егіп көрсететін болам. Ал сіздерге пайдалы болса, парақшам тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны сақтап алсаңыздар, бұйыртса көктемде біраз гүлдеріңіз пересадка жасайтын кезде осы видеолар қарап қолдана берсеңіздер болады. Немесе таныстарыңызға, достарыңызға жіберіп қойыңыздар.